Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңдер. Бүгін сіздермен бірге ірімшік қосылған бәліш жасаймыз. Бұл бәліш маған өте қатты ұнайды. Себебі ол өте дәмді, сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Жасап көрсеңіздер ғана білесіздер, өкінбейсіздер. Видеоны көрмес бұрын каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бірінші қамырын жасаймыз. Ол үшін бізге 1 жұмыртқа, 200 грамм ұн, 20 грамм қант, 4 грамм ашытқы, 3 грамм тұз және де 30 грамм сары май, 80 мл сүт керек. Жұмыртқаның біраз қасықтай мөлшерін алып қалыңыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін осындай қолға жабысқақ, жұмсақ күйде болады. Оған 30 грамм бөлме температурасындағы сары майды қосамыз. Сары майды қосып илеп болған соң, осындай қолға жабысқақ күйде болады. Оны таза дастарханның үстіне осылай ұру арқылы илейміз. Бес минут бойы осылай илейміз, сонда біздің бәлішіміз жұп-жұмсақ болады. Жақсылап илеп болған соң, пешке салып 30 градуста 1 сағат ашытамыз. Ал енді оның үстіне жағатын қоймалжуымызды дайындайық.
Қамырымыз ашып дайын болды. Енді оның үстін басып тегістейміз. Сосын осындай тең бөліктерге кесеміз. Дайындап алған қоймалжыңымызды үстіне жағамыз. Жағып болған соң қасықпен жаңағы кесіп алған жерімізді қайттан кесіп шығамыз. Ірімшікті ұзыншалап кесіп, кескен жердің ішіне саламыз. Бәлішімізді пешке салып, 170 градуста 15 минут пісіреміз. Біздің бәлішіміз дайын болды. Дәмі сондай керемет. Сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Жасап көрсеңіздер, өкінбейтін боласыздар. Видео ұнаса, лайк басып, комментария қалдырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Қандай да бір пікірлеріңіз болса, комментария қалдырсаңыздар, жауап беремін.